Сәлем детелер, байланыста қуаныш ағайларың. Жалпы бүгінгі айдар сендерге өте қатты ұнайды деген сенімдемін, себебі бұрыннан бері ойлап жүрмін, қазір ChatGPT, искусственный интеллект деген нәрселер қатты дамып келе жатыр, иә? И почему бы нет? Кәдімгі ұлттық тестілеу орталығының пробныйын ChatGPT арқылы тапсырып көрсек. Ол шынымен бізге мысалы химиядан 50-ден 50 балл алып келеді ма, или ондай алу мүмкін емес па? Бәрібір де искусственный интеллекттің аты искусственный интеллект, ол адамның миына жетпейді деген нәрсені білеміз, иә? И ол нәрсе мүмкін ба, мүмкін емес па? Осы видеоны анық қанығын шешетін боламыз. Ал егер де дәл осыны уже тексеріп көрген оқушыларың болса, онда комментарийға жазып көріңдер, сендер 50-ден қанша алдыңдар, или прям барлығына дұрыс жауап берді ма? Сендердің жауаптарыңды комментарийда күтетін боламын. Тағы да осы видеоны түсіргім келген себебі ол именно химияның пробныйын ChatGPT тапсыра алады ма? Неге? Себебі химияда теориядан бөлек есеп те бар. Мысалы, биологияда, тарихта теориялық сұрақтарды мен ойымша ChatGPT өте оңай шешіп бере алады. Ал химияның есептерін, еще именно контекстте білесіңдер, жұмбақ есептер келеді, иә? Вот соларды ChatGPT шеше алады ма? Вот сол маған өте қатты қызықты болып тұр. Так, ең алдымен біз ұлттық тестілеу орталығының официальный сайтына кірдік. Осы жақта байқау сынағы деген жерден бізге именно ұбт байқау сынағы қажет. Ашықтан байқау сынағы, осы жақтан біз бір тестті сатып алайық, иә? Осылайынан алып, қазір сендердің көздеріңше сатып алатын боламыз. Все, міне, сатып алдық. Енді жабу, міне, бізде жаңа тестілеу ашылды осы жақтан. Так, тестілеу түрі бізде ұбт байқау сынағы, бейіндік пәндер, биология, химия, тестілеу тапсыру тілі қазақша. Деректердің дұрыстығын растау. Так, тестілеуді бастау. Тестілеу бізде ашылды, осы жақтан именно бізге керегі химияны ашайық, иә? Так, мына жақта полный ашылды, 40 сұрақ, 50 балдық система, барлық сәйкестендіру ішінде бар. Так, енді бізде ChatGPT. ChatGPT тоже аштық, и менде, кстати, өте маңызды нәрсе ChatGPT плюс варианты. Яғни мына жақтан мен ChatGPT 4o, яғни ChatGPT плюс варианты полный бізге нақты бүкіл возможностін осы жақта ChatGPT көрсету қажет. Так, ең бірінші сұрақты біз осылайынан скриншоттап салсақ, негізі дұрыс жауабын жазып беру қажет. Дұрыс жауабы қандай? Кетті. Так, дұрыс жауабы бізде Б нұсқасы деп беріпті. Б нұсқасы, я негізі шынымен де Б нұсқасы бізде дұрыс вариант. Енді бұл бізде теориялық сұрақ, теориялық сұрақтарға, в принципе, дұрыс емес жауап береді деп ойламадым. Так, екіншісі кетті. Екіншісінде дәл осылайынан астына ештеңе жазбай ақ жібере берсем, жауап беретін шығар маған. Так, бұл жақта бізде Д деген жауапты таңдап берген екен осы тестте, и Д деген жауабын белгілейік. Жалпы осылайынан бүкіл сұрақтарға жауап беріп, ең соңында қате кетсе, егер қате кеткен жауаптарды бірге талдап өтетін боламыз. Так, бізде енді 18-шісі осында есеп келіпті. Концентрацияға байланысты негізі оңай есеп, бірақ көп оқушы шатасатын. Осыны алып ChatGPT-ге енгіздік, и реально кәдімгідей бізде бастапқы концентрациялары, жаңа концентрациялары деп формула бойынша 3/125 деген жауапты шығарып берді. Мен де бұл есепті әлі өзім шығарып көрген жоқпын, но скорее всего бұл дұрыс жауап берді бізде. Осы варианты. Кезек енді бізде қоспаға байланысты келді. Мынау магний мен мырыш тұз қышқылмен әрекеттесетін өте бір оңай жүйемен шығатын есеп. Жалпы салыстырмалы түрде қиын, но в целом жүйемен біз есептерді оңай шығара аламыз, иә? Енді ChatGPT үшін
Бұл есеп оңайға соғады ма? Қазір тексеріп көрейік. Так, все. Бізде есептің берілген барлығын жазып, и как біз табатындай сутектің зат мөлшерінің барлығын тапты. Дәл осындай жүйе құрды, и осы жүйеге байланысты x деді. Бізден y дейтін едік, ол 11 минус x деп алды да. Осылайынан өзіне бір пропорция құрып алды. И сол пропорция арқылы ол магнийдің массасын тауып алды 5 грамм екен, и цинктің массасын 6 грамм екен тауып алды. И массалық үлесін анықтап, дұрыс жауабы D варианты екенін бізге берді. Так, деселер, біз уже контекстке келдік. Көріп отырсыңдар ғой. Қазір контекстті бұл бізге шеше алады ма, алмайды ма, осыны тексеріп көрейік. Жібердік. Мен негізі контексттің жауабын уже біліп отырмын. Так, бізге контекстті енді өкінішке орай қате жазып берді. Себебі контекст бізде тура кітаптың сөзімен келген тұғын. Яғни мына жақта с қосылсын жоғары температурада құм мен көмір қатысында дегенде, ол құм мен көмір қатысында біз тек қана кальций 3,4 екеселенген ғана құм мен көмір қатысында әрекеттесіп, кальций силициум О3 түзіледі. И плюс фосфор түзіледі. Енді қараңдар, бұл жақта с қосылса бізде кальций 3,4 болу керек, бірақ өкінішке орай ол зат емес бұл жақта. И потом А заты ол P2O5, ол H2-мен әрекеттесіп H3PO4 түзіледі, и бізде түзілген H3PO4 кальций О-мен әрекеттесіп С тұнбасы дейді, яғни жаңағы кальций 3PO4 екеселенгенмен әрекеттеседі. Сөйтіп сол кальций 3PO4 екеселенген құм көмір қатысында түзіледі, и сөйтіп А затының құрамына кіретін жай зат түзіледі дейді. Яғни бағанағы А заты бізде P2O5 дедік, оның құрамына кіретін жай зат фосфор түзіледі деп тұр. Ол бізде дұрыс ақпарат. Ал мына жақта бүкіл қате ақпараттардың бәрін берді. Даже если ол натрий КЦО3 болса да, силициум О2 мен цинмен қосқан кезде мына жақта А затының құрамына кіретін жай зат түзілу керек деп тұр. Мына жақта бізде ешқандай да жай зат түзіліп тұрған жоқ. Сондықтан контекстті өкінішке орай ақтай алмады. Так, в общем, бізде ChatGPT контексті дұрыс анықтай алмайды екен. Біз астындағы сұрағымен бірге, даже А затын, Б затын анықта деген неше түрлі есептермен, сұрақтарымен бірге беріп көрдік, бірақ өкінішке орай олардың барлығын қате жауап берді. Мен әрине ChatGPT А заты ол осы, Б заты ол осы, С заты ол осы деп айтып берсем, маған сұрақтарға и есептерге ол өте оңай жауап бере салады. Бірақ бұл жақта біз тексергіміз келіп отырған нәрсе, ол ChatGPT өзі басынан аяғына дейін бізге толық жауап бере алады ма, алмайды ма, яғни соны тексеріп көргіміз келді. Сондықтан контексті давайте просто -5 балл деп айта салайық. Ал енді біз сәйкестендіруге келдік. Сәйкестендірудің осылай жауабын ашып қойып, өстіп салсақ, менің ойымша бізге дұрыс нұсқасын береді. Так, мына жерде бізде каустикалық сода ол натрий гидроксиді, натрий силитасы ол натрий нитраты деп жауап берген екен. И шынымен де ол бізде дұрыс жауаптары. Так, біз мына жерде осындай көп жауаптылық сұрақты қойдық. Бұл бізде протондық теорияға сәйкес аниондық қышқылдар. Дұрыс жауабы жақта болу керек негізінен гидросульфат, дигидрофосфат және гидрофосфат. Яғни именно аниондық қышқылдар десе минуспен зарядталған қышқылдар, и бұл жақта қате жауабын белгілеп қойыпты. Тағы да ацетат деген 4-ші жауап. Бұл жақта максимум 3 жауап болады. Енді оны айтқан жоқпыз, но в любом случае оны дұрыс деп санап тұр. Бірақ ол негізі дұрыс емес. И неге бере алмайды? Потому что ол анионды, бірақ оның құрамында сутек жоқ. Чтобы ол сутекті протонды бере алу үшін. Сондықтан біз бұл жерде А, Б, Д дейміз. И Е вариантын осылайынан белгілей алады екенбіз. И қалай бізге ChatGPT белгілеп берді, и дәл солайынан белгілеп жібереді екенбіз. Так, ура! Соңғы 40-шы сұраққа дейін барлығын аяқтадық. Общий бізге бір 40-45 минуттай уақыт кеткен екен. Осының барлығын чтобы ChatGPT-ге скриншотын жіберіп, жауабын алып белгілеуге. Ал енді давайте тестілеуді аяқтау дейік, и осы жерден қанша балл алғанымызды көреміз. Уже -5 балл есептей берсек болады. Хотя бы 45-тен 45 алады мекен. Так, растау. Осыны да ChatGPT-ге жіберсең, Так, 3 дейді. Тестілеуді аяқтау. Оппа! Так, негізі контекстің 5 сұрағын бір балдан 5 балды алып тастасақ, негізі 45 көрсету керек еді, бірақ бізде 40 балл ғана көрсетіп тұр. 40 балл ғана көрсетіп тұр. Осы жақтан бізге 6-шы сұраққа қате жауап берген екен, 24-ші сұраққа қате жауап берген екен, и контексттердің барлығы қате. 36-шы сұрақ 37-ші сұрақта и 40-ші сұрақта бізде неше қателер жіберген екен, бірақ бір балдан алған екен.
Так, бізде міне 6-шы сұраққа Б нұсқасы деп қате жауап берген екен. Яғни ол бізде 400 градуста кальциймен әрекеттесетін зат бізде азот деп беріп қойыпты. Бірақ мен кітаптан дәлелдеу үшін сендерге көрсетіп отырмын. Азотпен ол 500 градуста әрекеттеседі. Ал 400 градуста ол бізде сутекпен әрекеттеседі екен. Сондықтан дәл осы жерден өкінішке орай бізде ChatGPT-міз қате кетті. Так, келесі бізде 24-ші сұрақтан С деп жауап берген екен, осы қате болған екен. Мен уже білдім бұны шығарып жатқан кезде, себебі жақта күміс пен хром құймасын концентрлі азот қышқылымен әрекеттестіргенде дейді. Бұл жақта біз білеміз, феррум, хром, алюминий концентрлі азот қышқылымен қыздырды деп жазылса, әрекеттеспейді. Бұл жақта бізде міне хром мен H3-ті кәдімгідей әрекеттестіріп қойған екен анықтап отырмыз. Сол жерден қате кетті. И мен сендерге арнайы шығарып бердім дәл осыны. Міне 3-те 808 литр NO2, жалпы 18-де 36, и мына жақтан бізде хромның азайтып массасын тауып алдық, и массалық үлесі оның жалпы 40% шығып тұр екен. Сонда дұрыс жауабы негізінен бізде Д нұсқасы болу керек еді. Так, енді 40-шы сұрақта бізде CE деген 2 жауап беріпті. Бұл жақтан 1 балл ғана беріпті. Негізі 2 балл алу керек еді. Енді қай жерінен қате кетті қарайық. Бізде мына жақта белгісіз 4,6 грамм органикалық зат күміс оксидін аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде 224 литр газ бөлінген дейді. Яғни бізде тек жалғыз ғана зат, яғни қышқыл, тек құмырсқақ қышқылы ғана осы күміс айна реакциясын түскен кезде бізде CO2 деген газ түзіледі. Қалған заттардың ешқайсысында бізде газ түзілмейді. Сондықтан бір-ақ зат. Шынымен мен тексеріп көрдім, шынымен бұл жақта барлығы орындалып тұр. Бізде құмырсқақ қышқылының өзінің МР шығып тұр, дұрыс. И плюс аргентумның массасы 21,6 грамм болып тұр. И міне бұл жақта тек қана бізде Е деген нұсқаны ғана белгілеу керек еді. Бірақ бұл артығымен С деген жауапты да белгілеп қойып отыр. Сол жағынан қате кеткен екен. Так, 37-те бұл жақта енді 4 жауап, понятно неге 1 балл. Бағана мен айтқаным бойынша бұл жақта аттестат деген бір артық вариантты белгілеп қойып отыр. Атак негізі АБД дегендері дұрыс, тек Е нұсқасы ғана артық белгіленіп тұр. Сондықтан бұған бізде 1 балл ғана беріп отыр екен. Егер АБД-ны белгілесек, полный 2 баллды алушы едік. Келесі 36-та бізде Б деп жауап берген, оған 1 балл ғана берген екен. Не себепті? Тек нуклеидтерде бірдей болатын мәндер тек ядро заряды деп берген екен. Енді қараңдар, нуклеидтерде бірдей болатын мәндер. Кітаптан мен сендер үшін ашып қарадым. Бұл жақта міне бірдей болатын мәндер ол ядро заряды мен массалық саны бірдей болады деп берді. Яғни ядро заряды мен массалық саны. Так, міне ядро заряды мен массалық саны, яғни А мен Б деген нұсқаларды белгілеу керек еді ол бізге, бірақ тек қана Б деп беріп тұр, соның кесірінен 1 балл алып отырмыз. Ал енді жалпылама ChatGPT арқылы пробный тапсыруға болады ма? Сол жайлы бір қорытынды жасап өтейік. Негізі қателескен жерлері ол нақты кітапта ғана жазылып тұрған жерлерінен қателескен. Яғни нақты кітаптан алмайды, бүкіл ғаламторлардан сол жауапты салыстырмалы түрде отырып бізге дұрыс жауабын береді. Вот сол жағынан қате кеткен, яғни нақты кітапта жазылып тұрған жерлерінен ғана. И контекстті енді өкінішке орай жұмбақ есептерді дұрыс шығара алмайды. Мүмкін кейбір жұмбақ есептерді шығара алады, но в целом әлі қатты ол жағы дами қоймаған. Тағы айтатын жерім ол есептерді сәл кішкене қателеу шығарады екен, кішкене қате кететін жерлері бар екен, но в любом случае көп жауаптылықтың хотя бы 1 баллын ол алып береді екен. Салыстырмалы түрде 50 балдың 40 балын бізге ChatGPT алып беріп отыр. Ол жақсы ма? Ол әрине жақсы, ол тема ғой. Егер мысалы сендер химиядан ештеңе білмесіңдер, и ОТО-да алып мысалы чисто ChatGPT арқылы көшіріп алуға болатын мүмкіндік болса, в целом деймін да, 50-ден 40 балл ол өте жақсы. Ал егер сендер ChatGPT-мен қосыла, оған көмектесе отырып, мысалы жұмбақ есепті өздерің шешіп істейтін болсыңдар, ол кезде вообще негізі 40-тан 50 балл смело алуға болады деген ойдамын. Жалпылама тоқталып кететін болсақ, ChatGPT-ді полностью өзін қолдансаңдар, толық 50-ден 50-ін ала алмайсыңдар, бірақ соған қоса көмектесе отырып қолданатын болсаңдар, әрине 50-ден 50 алуға болады. Осы видео барлықтарыңа ұнады деген сенімдемін. Ал енді ағай, мен сіздің курсына қатысқым келеді, мен жүйелі дайындықты бастағым келеді, ОБТ химиядан 50-ден 50 жинағым келеді деген оқушылар болса, арнайы сендер үшін комментарийда менеджердің нөмірін сілтеме ретінде қалдырып кеттім. Сол жақта курс жайлы толық ақпаратты алсаңдар болады. Сендермен бірге болған қуаныш ағайларың, дәл осындай видеолар тағы да шығып отқан қаласындар, міндетті түрде төменге лайк басып кетіңдер,
жылы лебіздеріңмен комментария жазып кетіңдер. И осы видеоны биология химия таңдаған 10 сынып 11 сынып достарыңмен міндетті түрде бөлісіп отырыңдар. Сендермен бірге болған қуаныш ағаларың. Қош, сау саламатта.